Жер сілкіну дегеніміз жер қыртысы мен жоғарғы мантиядағы кенет ығысу және ыдыраулардың әсерінен туатын жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербелуімен қозғалуы. Жер сілкіну ұзаққа созылмайды, әдетте бірнеше секундтардың ішінде ғана өтеді. Бірақ жер асты дүмпулері бірінің артынан бірі қайталанып, бірнеше жылдарға жалғасуы мүмкін. Мысалы, Алматыда 1887 жылы басталған жер сілкіну 3 жылға созылған. Жер сілкіну салдарынан жерде жарықтар пайда болады. Жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының кенет жарылып ығысатын жері жер сілкіну ошағы деп аталады. Ошақ ондаған, тіпті жүздеген километр тереңдікте болуы мүмкін. Оның дүмпуінің жер бетіне шығатын жері эпицентр деп аталады. Грекше эпи үстіңгі, центр шеңбердің орталығы деген мағынаны білдіреді. Тап осы жерде дүмпу күші барынша үлкен мөлшерге жетеді. Эпицентрден қашықтаған сайын жер сілкіну күші азая береді. Жер сілкіну жиі қайталанып тұратын аймақтар сейсмикалық аймақтар деп аталады. Сейсмикалық аймақтар жер шарында екі үлкен белдеу түрінде таралған. Олар жерорта теңізі, Гималай және Тынық мұхит белдеулері. Барлық жер сілкінулердің 80% Тынық мұхит белдеулерінде, 15% жерорта теңізі, Гималай белдеуі аймағында болатын көрінеді. Қалған 5% жер шарының басқа жерлерінде өтіп жатады. Біздің еліміздің оңтүстігіндегі Тянь-Шань таулары жерорта теңізі, Гималай белдеуіне іргелес жатыр. Мұнда жер сілкіну күші 9-10 балға дейін баруы мүмкін. Жер қыртысының қозғалысы сейсмикалық станцияларда бақыланып отырады. Жер шарында 1000-ға жуық сейсмикалық станциялар бар. Жер қыртысының қозғалысын өте сезімтал келетін сейсмограф құралдары тіркеп отырады. Грекше сейсмо жер сілкіну, графо жазу деген мағынаны білдіреді. 1-2-3 балдық жер сілкінуде өте әлсіз болады. 4-5-6 балдық жер сілкіну бірыңғайлы, күштілеу және күшті болады. Ол кезде ғимараттың қозғалуы, шынылардың шытынауы сезіледі. 7-8-9 балдық жер сілкінуде өте күшті, қирататын алапатты жер сілкінісі болады. Ол кезде тасты үйлердің қабырғалары жарылып, үйлер біршама құлайды. 10-11 балдық жер сілкіну кезінде жойқын апаттар пайда болады. Тасты үйлердің қирауы, көшкіндер, жерде жарықтар пайда болуы, опырылып құлаулар. 12 балдық жер сілкінуде күшті апаттар болады. Бірде-бір ғимарат қалмайды. Жер бетінде өте үлкен жарықтар пайда болады.